Армысыздар, қайырлы таң. Көңіл күйлеріңіз қалай сіздердің? Менің көңіл күйім 15 қазан Садгурудан оязық. Біреуді кінәлаудан гөрі бірінші оның аяқ киімін киіп, оның жүрген жолдарымен жүр. Оның сезін әрбір жылаған күндерін, қиыншылықтарына қара, өт сол қиыншылықтардан. Әрбір сүрінген тастарына сүр. Содан кейін сіз дұрыс өмір сүресіз деп. Ой, мен эмоцияны басқарған жасампаз жанмын. Бүгінгі күнімізге сәттілік тілеймін. Бүгін чакралар туралы видео түсіремін. Көп адамдардың сұранысы бойынша көп адамдар қалап жатыр екен, сұрап жатыр, менен чакра туралы айтыңызшы, бір толықтай түсінік беріңізші деп. Енді ондай қатты білімім күшті, керемет деп айта алмаймын, бірақ та енді өзімнің осы күнделікті алып жатырған білімім арқылы айтып көрейін. Себебі бүгін видеоны сіздер айтпаңыздар, жаңа дін болып кетті, соның дінін қабылдап кетті, йог болып кетті, йогин болып кетті деп айтпаңыздар. Бұл жерде білім, күнделікті білім алу арқылы ол мысалға біздерге алдымызға адамдар келеді, мысалға оқуға адамдар келеді. Сол кезде мысалға біз мына өмірдегі білімдерді бәрін иманды жақсы көреміз. Мысалға Құдай Алла тағала жаратты мына дүниені, өмірді, бүкіл нәрсені жаратты. Жаратушымыз біздің. Және Құранды біліп, біздің өзіміздің тарихымызды біліп, ата бабамызды біліп, алаш ардақтыларын біліп, өзімізді мына қазақ халқымызды былай жұдырықтай түйіп, мысалы, құрдық, иә, осы ата бабаларымыз болды, иә, біздің. Соны біліп, мысалға, әке шешемізді, аға апаларымызды 5 күн сайын нан пісіріп, еш шығарып, Құран оқып, жаңан таратып жатамыз. Енді ол дұрыс болсын, дұрыс емес болсын білмеймін. Бір адамдар дұрыс емес деуі мүмкін, мен өзім үшін дұрыс. Өзім үшін біз мысалға тек қана өзіміз өмір сүрмейміз ғой. Балаларымыз бар, ұрпақтарымыз бар, аға апаларымыздың балалары бар. Еске алып солармен бірге оның бәрі үлгі, иә, ұрпақтар үшін.